Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рамазанда мол сауап жинаудың өте көп жолдары бар. Рамазан расында да ислам күнтізбесіндегі ең берекелі жақсы ай, және Аллах Тағала бұл айда жасалған әрбір жақсы амал үшін құлын өзінің шексіз мейіріне бөлеп, мол сауаптар бұйыруды уәде етеді. Кімде-кім бұл айға амандық, есендікте жететін болса, мұны Алланың нәсіп еткен мейірімі әрі керемет мүмкіндігі деп білсін, және Алладан бұдан келесі Рамазан айына аман есен жеткізіп, төрі айдың туған сәтін көруді нәсіп етсін деп тілек тілесін. Сондықтан Рамазанға амандықты аяқ басқан әрбір мұсылманның бұл үшін Аллаға көп шүкір айтуы тиіс. Алланың осы қасиетті айға жасырған игіліктеріне кенеліп, сауаптар мен еселенетін молшылығына малыну үшін осы Рамазанның ең кемел дәрежеде өткізіп, ұлылығын бағалай білу керек. Бұл айдың берекетін кәміл ислам діні үйреткенде үлгіде орнымен пайдаланбастан, қасиетті айға тән оның ұлылығына, құндылықтарына немқұрайлы қарау, шынында Алланың бұйрықтарына разы болмай, шүкіршілдік танытқандығымызбен, Рамазандағы мол сый-сияпатты жақсылықтарды мойындамағандығымызбен белгісі болып есептеледі. Рамазан бұл мұсылмандардың айы. Рамазан мол сауаптар мен игілік айы. Ол мейірімділік пен кешірім айы. Ол айдың ұлылығы сондай мұсылман адам жәннатқа қол жеткізеді және Алланың назарында жоғары дәрежеге ие болады. Бұл мұсылманның өткен үлкен де кіші де ұмытқан күнәларында кешірілуіне және Алланың сүйікті құлы болып, оған жақын болуына бірден бір мүмкіндік. Рамазан дұғаларының қабыл болатын керемет ай. Рамазан ешбір ұқсастығы мен теңдесі жоқ жалғыз ай. Алланың мейірімі мұсылмандар үшін оларға жауатын жаңбыр сияқты. Оның кешірімі күнәларды түннің қараңғылығындай жасырады және оның берекеті олардың үстінен күн сияқты жарқырап тұрады. Ол мұсылмандар үшін барлық жәннат есіктерін ашып, тозақтың әрбір есігін құлыптайды. Рамазанның ерекшелігі сондай: мұсылмандар ең жоғарғы дәрежеде рухани азықпен сусындандырылып, шайтандар мен бүлікшіл жындар темір шынжырмен кісенделеді, және олар бұл қасиетті айда мұсылмандардың құлшылықтарына кедергі жасай алмайды. Тек Рамазан айы себебінен әр түні мыңдаған жан иесі тозақ отынан босатылады. Бұл шын мәнінде ұлы айдың үздік дәрежесі және Алланың берген ерекше сый болып табылады. Бұл ай мейірімділік пен ізгілікке толы. Алла мүминдерге көптеген қайырымды істерді жасап үлгеру үшін оларды жақсылыққа шақыратын және ізгі амалдар жасауына асығуға ынталандыратын бір періштені жібереді. Бұл Алланың шектен тыс жомарттығы көрінетін ұлы ай. Ол нығметтерді шексіз арттырады, үлкен күнәларды кешіріп, әрбір дұға етіп сұраушыға сұрағанын береді. Рамазан айындағы нығметтерді алуға кім дайын? Аллаға қарай асығатын кім бар? Алланың құзырында өзінің күнәларын шын мойындайтын, көз жасын төгіп тұрып, тәубесіне келіп, Алланың кешіріміне ие болатын кім бар? Рамазан айының нығметтерін толығымен алуға кім дайын? Бұл соңғы мүмкіндік болуы мүмкін. Бір адам үшін соңғы Рамазан айы болуы мүмкін, және бір адам үшін жер бетіндегі соңғы айы болуы мүмкін. Егер адам шынымен де бұл ұлы айдан көптеген сауаптар алуды ниет етсе, онда өзін-өзі тәртіпке салып, уақыттың көп бөлігін үлкен сауаптарға кенелетін әр түрлі құлшылық түрлеріне арнауы тиіс. Осы орайда ислам дініндегі міндетті саналатын парыз амалдар міндетті түрде орындалу керек. Бұйрықты орындауда немқұрайлық пен жалқаулық танытпау керек. Сондықтан ораза ұстаушы Рамазан айында толығымен ораза ұстап, ауыз бекіту және ауыз ашу уақыттарын қатаң түрде қадағалауы қажет. Ораза уақытында адамның бар ниеті ықыласымен толықтырылуы қажет, және бұл Алланың разылығынан басқа еш нәрсені көздеместен орындалуы тиіс. Ораза бұл Аллаға ең ұнамды құлшылықтың түрі болып табылады. Алла құлдарының оның разылығы үшін құрбандық жасағанын жақсы көреді. Ол ішіп жеуді оның разылығы үшін тоқтатқан құлдарына қарағанды жақсы көреді. Ол құлдарының өз еркімен тек Раббысының разылығы үшін ғана көптеген сағаттар бойы аш жүріп шөлдеген рухани құрбандықтарына сүйіспеншілікпен қарайды.
Алланың өзі бұл жайында былай дейді: ораза мен үшін ұсталады, әрі мен өзім ол үшін сыйын беремін. Менің құлым өз құмарлықтарын қандыраудан және өз тамағынан мен үшін бас тартады. Осылайша ораза Аллаға оның құлдарының мойынсұнуы мен бағынуларын көрсетеді және тақуалықтың әр түрлі деңгейіне көтереді. Сондықтан мүмин адам оразасын өзінің жоғары қырларымен безендіріп, оразаның мәні мен сәнін кетіретін барлық нәрселерден бойын аулақ ұстауы қажет. Сабырлық әрбір мұсылманға міндет. Ол мұсылманды көркейтеді, сондай-ақ жаратушының алдында кішіпейіл және тақуа құлдарын етеді. Сабыр қылушы оның алдында кездескен барлық нәрсені қабыл алады және еш шағымданбайды. Ол Алладан келген барлық сынақтарға төзімділік танытып, оған сабыр етеді. Аштық пен шөлдің қиындығы оразаны тоқтатуға асықтырады, бірақ мұсылман адам оған берілмейді. Шайтан оны күнәлі жаман істерге сілтейді. Сонда да ол өзін ұстай біледі. Ол өзін қатты шаршаңқы сезініп, құлшылық жасағысы келмей тұрады, бірақ ол өте ұстамды болғандықтан Аллаға мойынсұнуды тоқтатуды қаламайды. Нағыз мұсылман адам сабырлық танытусыз тақуалыққа жете алмайтындығын жақсы түсінеді. Рамазан айының күні мен түндерінде мұсылман адам оразаның ретін сақтауды, төзімділікті қажет етеді. Ол тек Алланың разылығы үшін аштық пен шөлдің қиындықтарын төзеді. Ол Аллаға мойынсұнуды ештеңеден тайыса алмай, түн жарымда оның алдында құлшылыққа жерге отырғызылған ағаштай тік тұрады. Оның жаратушысына деген сарқылмас сүйіспеншілігі оның денесіндегі барлық шаршауды, аяғының әлсіздігі мен көзіндегі ұйқышылдықты ұмыттырып жібереді. Ол Аллаға толығымен берілетін уақытты сағынышпен асыға күтеді. 7 қабат көктен жоғары жақтан түскен Алланың қасиетті сөздерін оқи отырып, қуаныш пен сүйіспеншіліктен көз жасы төгіледі. Бұл Рамазан айындағы мұсылман, ол ұстамды, тұрақты және Аллаға бойсынуды толығымен сабырлық танытады. Сонымен қатар ол жағымсыз нәрселерден бойын аулақ ұстайды. Ол күнәлар мен жаман істерден теріс айналып, бүкіл залымдықтардан сақтанады. Қателік жасаудан өзін тыяды және шайтанның зұлым ниетіне бақылау жасап, нәпсі мен құмар қалауларынан тыйылады. Ол осылайша күнә қателіктерден бойын аулақ ұстап, сабыр етуге дағдыланады. Сондықтан сабырлық мұсылманға Рамазан айындағы ең үлкен міндет саналады. Онсыз ештеңе жасай алмайды және тұтқан оразасы мен жақсы амалдарының қабыл болуы соған байланысты болады. Оның есесіне ақыретте жоғары дәрежеде марапатталып, мәңгілік жәннатта бақытқа қол жеткізеді. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айы сабырлық айы, әрі оның сыйы жәннат деп айтты. Алланың өзі сабырлық үшін болатын сый туралы: әлбетте сабыр етуші өзіне берілетін сауапты толығымен өлшеусіз алады деген. Ойдың, жанның, дененің және жүректің тазалығы шынайы мұсылман үшін міндет. Ол өзінің тәніне, киіміне және сыртқы келбетіне ғана емес, сондай-ақ жүрегіне, жан дүниесіне және ішкі рухани дүниесіне баса назар аударуы қажет. Киімі мен денесін таза ұстауымен қатар, шынайы мұсылман сондай-ақ жүрек тазалығы, ой және рухани және тазалығы сақтауға ұмтылады. Ол әдемі киімдерін кигенде ішкі жан дүниесі мен жүрегі де қоса ерекше әдемілене түседі. Оның шынайы сұлулығы сыртқы келбетінде емес, ішкі жан дүниесінде. Шынайы болмысы да рухани жан дүниесіне байланысты. Нағыз мұсылман адам Алланың оның сыртқы келбетіне немесе киген киіміне емес, бәлкім оның жүрегі мен жан дүниесіне қарайтынын жақсы біледі. Сондықтан ол өзінің жүрегін әдемілеп таза ұстап жүреді және әр уақытта таза болуын қадағалайды. Мүмин адам жүрегін зікірмен жалтыратып тазалау кезінде оның ең алдымен истиғфар арқылы, яғни Алладан кешірім сұраумен басталатынын жақсы біледі. Ол осылайша Алладан үнемі кешірім сұрау арқылы және күнәларына тәубе етумен жүрегін тазалайды. Сондай-ақ ол Алланы зікір етумен жүрегін жалтыратып жарқыратады. Бұл қасиетті айдың шынайы пайдасына қол жеткізу үшін мұсылман адам Алладан үздіксіз кешірім тілеу қажет. Сонымен қатар ол
күндүзгү убакыттын ретмен жумсауы тийиз. Әсіресе таң намазынан кийин убакытта Алланы зикир этүү менен айналышкан жөн. Бул ретте ол Алланы эң жакшы сөздөр менен зикир этүү керек. Үчүнчүсү, калима Алланын эске алуудун бир нече түрүн камтыйтын өтө күчтүү зикир болуп табылады. Бул керемет зикирди окууга таңертең таң намазынан кийин жана кечки асыр намазынан кийин убакыт бөлүүгө болот. Бул сөздөр Субханаллах, Альхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Бул өтө пайдалуу зикир. Әсіресе муну таңертең жана кечке 100 реттен окуса, савабы өтө көп болот. Сонымен катар муну дагдыга айналдырган жөн. Истигфар жасоо үчүн таңертең жана кечке астагфируллах сөзүн 100 реттен айтуу керек. Сондай-ақ Аллах бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам игілігі мен салауат жолдауымызды бұйырады. Алланың елшісі де Алланың игілігі мен сәлем болсын. Бұл оған басқа назар аударып, оған игілігі мен сәлем болсын. Игілік пен сәлем жолдағандарға үлкен жақсылықтар мен сауаптардың болатынын атап өтеді. Мұны ескере отырып, біздің тақуа сахабаларымыз әрбір мұсылман пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға көптеген игілік пен сәлем жолдауға арналған өз күн тәртібін жасауға керек екенін айтап өткен. Мұны күнделікті өмірде дағдыға айналдырған дұрыс. Және сондай-ақ дуруд шарифте таңертең және кешке 100 рет оқыған абзал салауатта. Құран оқу жүрегімізге нұр, бейбітшілік және тыныштық орнататын амалдардың ең ұлысы. Ол біздің иманымыз бен Алланың құзырында дәрежемізді көтеріп, оған жақындататын ұлы құлшылықтың түрі. Рамазан Құран түсірілген ай. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабрил алейхиссалам періштемен бірге Құранды қайта қарап шыққан ай. Мұнымен Рамазан айының Құранмен тығыз байланысты екені белгілі. Сол себепті мұсылман адам Құранға уақыт арнау қажет. Оны сабырмен көңіл қойып оқу және Рамазан айында онымен тығыз байланысын дамытып отыру керек. Ол қасиетті Құранды оқу үшін әр күнге уақыт бекітіп қою керек. Одан соң Құран оқуға деген әрбір мүмкіндікті пайдаланып қалуы тиіс. Сонымен қатар Рамазан дұғаларының қабыл болатын ай. Рамазан әрбір уақыты қасиетті және ерекше. Күні мен түні, таңы мен кеші барлығы да ұлы Алланың құлдарының дұғаларына жауап беретін ерекше уақыттар болып табылады. Тахаджуд намазы мен ауызашардың алдыңғы уақыт дұғаның қабыл болатын ерекше уақыттар. Сол себепті мұсылмандар мұндай мүмкіндікті пайдаланып, Аллаға бар мұқтаждықтары үшін жалбарынып дұға етулері керек. Дұғаны қолдан келгенше көбірек жасау керек. Алладан мұқтаж болған нәрсеңіздің барлығын сұраңыз. Одан соң ол сіздің дұғаларыңызға жауап береді. Сонымен қатар Рамазан Аллаға құлшылық қылатын ерекше ай. Рамазан ғибадаттың өте жоғары мәртебелі және Алла үшін ең сүйікті амалдардан болатын ай. Дәл сол себепті біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айының барлық түнінде оянып, Аллаға құлшылық етіп, намаз оқумен сусындалғанын аңғарамыз. Сол себепті мұсылмандар намаздан соң өздерін Аллаға құлшылық етуге арнаулары керек. Сонымен қатар күнделікті 5 уақыт намазы мен тарауих намазы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі өмірінің бір бөлшегіне айналдырған және ол үшін болатын жақсылық пен жауаптарға баса көңіл бөлген сүннет және нәпіл намаздарында оқылуы қажет. Сондай-ақ мұсылмандар таңертең сәресіне тұрған тахаджуд намазын оқығандар абзал. Таң намазынан кейін Алланы зікір етіп, одан соң Құран оқып, 20 минуттан кейін ишрақ намазын, күн толық шыққаннан кейін 2 рәкат тұратын оқыған жөн. Және бұдан сәл уақыттан соң духа намазын оқылады. Ақшам намазынан кейін әуәбин намазын оқыған жөн. Сонымен қатар сүннет пен нәпіл намаздарын оқуды дағдыға айналдырған керек. Күн мен түннің кез келген уақытында нәпіл намазын оқуға болады. Кім бұл қарапайым дұғаларды жүзеге асыратын болса, Алланың оған шексіз игілігі болады және ол Рамазанды ғибадатпен өткізгендердің қатарына кіреді. Мұсылмандар намаздарын қадағалай отырып, құлшылық кезінде Аллаға толығымен бойұсынып, шынайы беріліп, намаз оқуларына сенімді болулары қажет. Намаз Алламен байланысудың бірден бір жолы. Ол намазды басқа нәрселерге көңіл аударып немесе асығыспен оқылмауы керек. Намазды сабырмен, қиям, рукуқ және сәждені өз уақытында толық орындалу арқылы оқу қажет. Намаз мұсылманның толығымен Аллаға берілетін құлшылық түрі.
Алла міндетке сай түрде шын ықыласпен орындалмаған құлшылықты қабыл етпейді. Бұған дұға ету, Құран оқу және Алланы зікір ету сияқты барлық құлшылықтар түрі кіреді. Ол шынайы ықыласпен, терең сүйіспеншілікпен және жүрек сағынышымен орындалуы тиіс. Олар оны істеуге мәжбүр болғандықтан немесе уақыт өткізу үшін немесе басқаларға ұнау үшін орындалмауы керек. Мұсылмандар өздерінің құлшылықтарын тек Алла разылығы үшін ғана орындалып жатқанына сенімді болулары қажет. Олар өте үлкен сауаптар мен жақсылықтарға себеп болып, мейірімділік пен бақытқа бөлейді және Алланың бұл өмір мен келесі өміріндегі көмегі болады. Сондай-ақ мұсылмандар тұтқан оразаларының жарамсыз болып қалуынан сақтанулары қажет. Оразаның жарамдылығы ішіп-жеуден және жыныстық қатынастан таңнан кешке дейін тыйылу, оразаның шынайы мәні, пайдасы мен игілігі ауыз бекітуші барлық харам нәрселерден аулақ болғанда байқалады. Мұсылмандар оразаның қабыл болуы үшін және Алланың сыйына кенелу үшін өздерін лапыт сөздер айтудан, өсек, өтірік және жаман сөз сөйлеуден аулақ ұстау керектігін жақсы біледі. Олар тілдерін жағымсыз, әдепсіз, бос және пайдасыз сөздерден сақтанулары қажет. Осы орайда олар өздерінің құлақтарын харам нәрселерден естуден, көздерін харамға қараудан қорғау тиіс. Жүректері өшпенділіктен, ызадан, реніштен, жаман сөздер мен екіжүзділіктен таза болу керек. Мұсылмандар жасаған әрбір әрекеттерін қадағалайды және қалдарымен харам нәрсе жасамайды, аяқтарымен харам жерлерге бармайды. Олар қиямет күнінде олардың дене мүшелері өздеріне қарсы куәлік беретініне есте ұстайды. Сондай-ақ мұсылмандар өздерінің не ішіп жейтіндеріне мән береді. Олар тек қана халал болған тағамдарды жеп, күмәнді немесе харам нәрселерден аулақ болады. Олар харам нәрселерді ішіп жеу бұл өмірде және келесі өмірдегі апатты жағдайларға себеп болатынын жақсы біледі. Сондықтан олар не ішіп жегенін және қай жерде ішіп жегендеріне өте сақпен қарайды. Рамазан Алла жолында садақа беру арқылы үлкен көлемдегі игіліктерге қауышатын ерекше ай. Сондықтан мұсылмандар өздеріне міндетті болған 5 парыздың бірі зекетті төлейді. Олар өздерінің тұрмысы төмен және мұқтаж бауырларына көмектеседі. Сонымен қатар байлықтарын жер бетінде Алланың дінін орнатуға және жаюға көмектесу арқылы жәннаттан өз үйлерін сатып алады. Рамазанның соңғы 10 күнінде мұсылмандар өте тынымсыз болады. Олар оның әрбір тақ күнінде ұйқы мен шаршауды ұмытып, тынымсыз күйде болады және сергек қалпында түнгі уақыттың күші мен ұлылығын іздей бастайды. Мұсылмандар Раббыларына құлшылық етулері үшін, оған жалбарынып дұға жасау үшін және тәубе етулері үшін бұл түнді аса күтеді. Осы орайда мұсылмандар Рамазанның күні мен түніне есеп береді. Қайғы мен мұңға толы жүректерімен олар қасиетті айдың аяқталып жатқанын көреді. Олар өздерінің істері үшін кінәларын жуып шаятын уақыт келгенін түсінеді. Жаратушыдан көз жасын төгіп кешірім сұрайды және толығымен күнәларынан айыққанша кешірім тілейді. Сол себепті олар ізгі амалдарын жасауға, құлшылық түрлерін көбейтуге және Рамазанның соңғы күндері мен түндерін ең жақсы күнде өткізуге асығады. Өкінішке орай, Рамазанның аяқталғаны туралы қоңырау соғылады. Айт мейрамының қуанышы мұсылмандардың жүрегіне кіреді. Бірақ Рамазан айының аяқталғаны жүректі мұңға, көзді жасқа толтырады. Тек қазір ғана Рамазанның шынайы ұлылығы сезілгендей, айт күндері қуаныш пен бақытпен өткізілген соң, нағыз мұсылмандар келесі Рамазан айының келуін асыға күтеді. Аллах Тағала ниеттерімізді қабыл етсін.